Жастар, соңғы жылларда мемлекетімізде жастарды har тараплама қолдап-қуатлау, олардың бос уақытларын мазмұнды шөкілместіру, интеллектуал потенциалы, қабілеті һәм басламаларын әмелге асыруға қаратылған системалы реформалары әмелге асырылмақта. Жастар мұражатлары олар жасайтын махалленің өзінде шешу имканын бермекте. Жастар қоры қаржылар есабынан 5776 жастарға 7 миллиардтан артық сомалық социалдық һәм экономикалық жәрдем көрсетілді. Жастарымыздың бос уақытларын мазмұнды шөкілместіруге қаратылған 5 баслама олимпиадасы шеңберінде жойбарлар һәм таңлаулар 48 мыңнан артық жастар қамтып алынды. Әмелге асырылып атырған реформалар нәтижесінде барлық тарауларда қаламы жастар социалдық белсенділігі артты. 2069 жұмыссыз һәм 3507 мектеп бітіруші жастарды бәнтігін тәмінлейміз. Сол мақсатта жастарымызды екі тіл һәм минет базарында талап жоғары болған бір кәсіпке пұхта үйреніп, үлкен өмірге ғаресіз қадем қоюларына тикарғы этибарымызды қаратамыз. Құрметлі теңлеслерім, жастар менен істесу бойынша биылғы жылда қаламызда үлгі жарату, олардың мәселелерін тікелей махаллелердің өзінде шешу, ұсыныс һәм қалеулерін әмелге асыруға сіз әзиз теңлеслеріммен біргелікте әрекет етуге шақырамын. Біз жастар бұл мақсатларымызға ерісуде қаламыз әкімлігі һәм сектор бастықтарының қолдау-қуатлауларын сұрап қаламыз. Этибарыңыз үшін рахмет.